What you know about rolling down in the deep when your brain goes. Ассалаумағалейкум баршаға, қайырлы күн. Сіздер мен сүйікті балдарыңыз Жеңіс Нұрлыбай. Достар, бүгін бізде тағы да бір бәйге болғалы тұр. Бүгін біз Марк Диксонға қонаққа барамыз. Сол Марк Диксонның оқырмандарымен жарысқа шығатын боламыз. Дәл қазір ол маған өзінің жарысатын автокөліктерін дайындап отыр. Мен бетонкаға шығып жатырмын. Дәл қазір қандай автокөліктермен жарысатынды видео ойында көретін боласыздар. Ендеше мені қолдап кетіңіздер. Баршаларымыз біргеміз. Марк Диксон подписчиктарын айырамыз. Все идут на запах, когда папа в будке. Вроде Бабилан, теперь не шутки. Индивиды клауда, опресные как бабки. На плече тяжелый биги, а на шее манки. Сбоку мои скипы, под ногами держи найки. Вроде бы не билборд, я из той же шайки. Залетаю в Комптон, забираю брата. Не грози южным кварталом, там мои ребята. Если вы просили. Көрейік енді, Ягуардың күшін көрейік. Теслада қызып болып тұр енді, қайсы сала бензин ала ма, электрический ала ма. Көреміз. Иә? Иә, гонка қызып. Барлық режимдарын қосуды білесің ба? Андай Бүкіл қымыз құйып, бірдеме қыламыз ғой, барынша ашқан қымыз құйып. Өзінде қазір кішкене қымыз ішіп шықтым. Иә? Иә, тақылдақсыздар барша. Сасқаламай, до конца ғой? До конца. Мінекей Марк бауырымыз да келді. Дәл қазір жарысқа шығатын боламыз Ягуармен. Сондықтан кеттік. Отырайық. Ягуарда 330 аттың күші бар, 3 литрлік компрессор, бензиндік қозғалтқыш көлеммен ендеше ясын. 1, 2, 3. Мынау не болды, ағай, мынау не болды? Ойбай-ай, қай бетім шымшиын десең. Жоқ, бұл жерде ешқандай өкінетін ештемесі де жоқ. Енді бұл жерде барлығыңызға белгілі, бұл мынау Ягуарда негізі көбісі осы Марктың жарысынан біледі. Көптеген автокөліктерді алып жүр, 5 литрлі, 6 литрлі. Сондықтан да электромобильге бұл деген старттан жеңу деген, былайымша айтқанда, жақсы нәтиже. Если вы просили. Не плачь, Нурик. Жлома, братан. Мамам айтты. Жарайды, бұның бәрі әзір ғой. Тесла бәрібірден жыртады. Илон Маск. Отличная машина. Beautiful car. Так скажем. Жоқ, Теслаға мүлдем бір айтатын жаман әңгімем жоқ. Автокөлік базар жоқ. Ақшаңызды біріншіден үнемдейсіз. Тартыс десеңіз тартыс бар. Қалада кез келген жерде, кез келген жұмысқа қалаған уақытыңызда 1 секундтан болсын кіріп кетеді. Тартыс өте жақсы, былайымша айтқанда. Газды басқан уақытыңызда бірден алады. Енді бұл Ягуарды да білесіздер, көбіңіз көріп те жүрген шығарсыздар, талай жарыстарда өзінікін алып жүрді. Сондықтан да Теслаға ренжімейміз. Молодец. Жеңіліп ұят болды. Мінекей достар, бүгінгі жарысымыз соңына да жетті. Ендеше не дейміз? Tesla өзінікін барынша көрсетті.
Бірақтан да бұл автокөлік енді Тесланың патологы демейміз. Өйткені Тесланың бұдан да мықтылары бар. Электромобиль болғандықтан 100-ге дейін ғана алады. Ары қарай айтарлықтай адами фактор, бұның салмағы да бар. Сондықтан да бензиндікі өзінікін алады. Компрессор жүргесін автокөліктің жағармайын тез жағады, және де жұмысы қаттырақ. Сондықтан да бүгінгі жарыс қызық болды деп ойлаймын. Сондықтан да біздің каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Баршаларыңызбен мен Жеңіс Нұрлыбай, және де компания Батыр Авто. Баршаларыңызға сәттілік. Ендеше алдағы видеоларды күтіңіздер. Хочу мы на связи, если вы просили.